достар, баршаңызға сәлем. Бүгін 7-ші желтоқсан. Және де осы үшінен бастап, соңғы рет влог түсірген күннен бастап айтарлықтай вау санатынан ештеңе болған жоқ. Бірақ есесіне бүгін болады. Бүгін Алматы аренада жыл таңдауы деген сондай үлкен шара өтеді, өздеріңіз білесіздер. Қысқасы біз соған барамыз. Ал қазір мен жұмысқа дайындалып жатырмын. Шыны керек, тіпті кешігіп жатырмын. Шашым істеу қалды бірақ. Және де бір болып тұрған проблема, кішігірім мәселе. Концерт сағат 6-да басталады. Менің жұмысым сағат 8-де бітеді. Мен енді ойлап тұрмын, мен сағат 6-ға дейін үлгерем бекен, тез оперативно жіберем екен мені. Көреміз. Не болса да Балнұр мен Мерей өздері бара береді, жайлап. Мен сосын бәрібір қосылайын деп тұрмын. Енді қазақи дәстүрге сай концерт 6-да емес, шамамен 7-де басталса, 1 сағат қана жоғалтсам, онда не страшно. Көреміз, қысқасы. Бірақ сағат 8-де шықсам, бұл Алматы аренада болса, 1 сағат о жаққа жетсем пробкамен. Бірақ өткен жылы сол жыл таңдауы түнгі сағат 1-2-ге дейін болды деп естігем, сондықтан не страшно. Жарайды, так уж и быть. Өзімнің хаосымен бөлісейін сіздермен. Минут күту керек бәрін, Балнұр ұрсады айтпесе. Айтқандай, мына кітапты оқып жатырмын қазір. Жақын арада мен ойымша бөлісем өзімнің биылғы сондай бір топ кітабымен. Бұл Луиза Хейдің «Управляй своей судьбой» деген кітабы. Өте сондай мотивациялық кітап. Бірақ жоқ, мотивациялық деген дұрыс емес шығар, психологиялық, бірақ өзіңмен өзің жұмыс жүргізуге деген ынтаңды ашатын сондай бір жақсы психологиялық кітап санатынан маған өте ұнады. Қысқасы, жақында обзор болады. Қыс ғажап мезгіл. Жұмыстан кешігіп 2 сағат істеген прическаң әдемі шапканың астында қалады солай. Құртылып. Жұмысқа бар жатырмын. Скорее всего, таксиге отырам. Жұмысқа сонша асығып аптығып келсем, кабинетте ешкім жоқ. Мен ғана. Мынау менің жұмыс орным, жұмыс стилім. Мына жерде менде маған ұнайтын суреттер тұрады. Мына жерде мен келесі жылдың күнтізбесін жабыстырып үлгердім. Кассеталар бізде, яғни мен журналистпін, бір операторлардың камералары, мысалы, тек кассетамен істейтін. Әлі де бізде сондай ескі камералар сақталған. Мынаны мен жаңа үйден асығып жүріп алып шықтым. Жұмыста жағып алам деп. Экранымда теңдессіз Моника Белучи. Мына жерде кофе кешеден қап кеткен. Ана мен термозым сүйікті сыйлық. Сол қалған нәрселер меніңше түсінікті. Және мен символикаға көп сенем. Асық, және асықтың осы алшы жағы менде үнемі осы жерде тұрады. Асығың алшысынан түссін деген сөз. Мынау майшам дейміз ба, шырақ дейміз ба? Шырақ деген дұрыс, иә? Свечка. Шырақтың иісі өте күшті, бір сондай клюква ма, сондай иіс шығады, сондықтан менің үстелімде үнемі тұрады. Анда-санда осылай жағып ешкім жоқ кезде хош иіске бөленіп отырам.
Мен кірсем 2 сағатқа кіріп кетті сосын куда жетті. Айтқандай достар, менің үстімдегі көйлек егер сізді қызықтырған болса, онда айтып өтейін, менің анамның туындысы бұл. Менің анам сондай өзінің дизайнерлік жеке сондай киімдерін тігеді. Оны Бақ Несібе аккаунтынан көре аласыздар, астына сілтеме қалдырам инстаграмнан. Сол көріңіздер, егер сіздерге ұнаған болса, онда тапсырыс берсеңіздер болады. Анам өзі тігеді, сапасы мықты, бағасы тиімді, сондықтан тапсырыс беріңіздер, өкінбейсіздер. Міне, өте сәнді. Менің бір түсінгенім, ешқашан бір нәрсені бір жоспарлап, үйтем, бүйтем деп айтуға болмайды екен. Бүгін мен концертке ертерек босайын деп, бүкіл қолымнан келген нәрсенің бәрін істедім. Түк те шыққан жоқ, кешірек бәрін айтып беремін. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Панорама дня», в студии Назгуль Назар. Страны СНГ объединяют силы. Сегодня в Сенате парламента депутаты ратифицировали закон о сотрудничестве между странами СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата. Соглашение было уже одобрено Россией, Арменией, Белоруссией, Кыргызстаном и Молдовой, а теперь и Казахстаном. Предупредить возможные ЧП на льду пытаются столичные спасатели. С наступлением зимнего периода все больше любителей подводной рыбалки выходят на замерзший Ишим, однако при этом не соблюдают элементарных правил безопасности. В очередной профилактический рейд вместе с ЧСниками сегодня отправилась и наша съемочная группа. Любители рыбалки в Астане выходить на лед начали едва только... Это были все новости к данному часу. Всего вам доброго. До встречи завтра. Так, 20 секунд. Леночка, 20 секунд. До свидания. Ты поехала сама? Наверное, скорее всего. Давайте, пока. Сағат кешкі 8. Концерт басталды. Мен әлі жүрмін. Она позвонила, она мне позвали. Свет закрывается. Анда назад жүрген мына қызыл киімнен шығарасыздар ма кішкене
жатырмау әйтеуір. Қысқасы бүгін өте сондай сумасшедший crazy күн болды. Және де қазір мен ойламаған жерден жыл таңдауы музыкалық премиясының сахна сыртындамын. Бүгін мен кәдімгі көрермен ретінде келем деп ойлағам, бірақ кенеттен яғни қызметім бойынша журналист болып келіп, енді артта сұхбат алып жүрмін. Концертті жөндеп көре алмадым, бірақ есесіне сіңлілерім көріп отыр, қазір солардан сұраймын. Мүмкін қосылып тақаларын бірге көремін. Бүгін сондай бір өте қызықты жағдаяттар орын алды. Өте сондай казусты ситуациялар көп болды. Бірінші бір таксисттің көлігіне отырып қалдым. Екінші түстеніп жатқан кезде бір қызықты жағдай орын алды кафеде. Сондай бір конфликтті атмосфера орнады. Маған қатысты емес, бірақ жалпы сол кафеде. Одан кейін материалдар көбейіп кетті. Бүгін жалпы эфирге берілетін. Одан кейін мен кабинетте құлттанып қалдым. Ол эфирдің уақытысына бір жарты сағат 20 минут қалғанда деймін. Сол қысқасы сондай жағдайлар өте көп болды, және де кенеттен мында журналист болып келдім. Мен басым қазір бүгінгі болған нәрселерден жарылып кететін сияқты болды. Қысқасы сол, бірақ дегенмен Құдайға шүкір осындай күндердің де барына өзіңді барлық жағынан сынай алатын, өзіңнің сабырлығыңды, төзімділігіңді жаңағыдай жақсылап тұрып біле алатын кездер болсын өмірімізде. Сол арқылы біз не бір сондай спокойный дейді ғой, не бір сондай жайлы, жайбарақат күндерімізді бағалай түсеміз. Сол, сіздермен бірге болған Назгүл, менің арнама жазылыңыздар. Және де лайк қойыңыздар. Астында қоңыраудың белгісі тұр, соны басыңыздар. Сіздерге менің жаңа видеоларым туралы хабарламалар келіп тұратын болады. Мен сіздерді жақсы көремін, себебі рахмет, жалпы менде қаралым саны көбейіп жатыр, оның бәрі қуантпай қоймайды. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар, келесі видеоларда кездескенше. Наконец-то өзімнің сіңлілеріме жеттім. Шын айтайын ба деймін? Артта жүргеннен гөрі мына жерде отырған әлде қайда күшті. Да. Біз бағанада мен осы жерде отырмыз. Мен толғаларым отырдым. Жоқ, артта жұлдыздар бәрі бар болғанымен мына жер уютный, теплый. Хоть ұзақ отырмыз. Ой, болса мен жігіттер бар ма деп сұрайсың, сен қыздар бар ма деп сұрайсың. Әлде жігіттер сұрайсың ба сен? Сен жігіттер сұра ма? Жоқ, сен жігіттер сұра. Бұл залда жігіттер бар ма? Қыздар дайынсыздар ма? Ал бұл залда қыздар бар ма? Андай бір 91 шоколад қандай болды ғой? Керемет. Sen
Saya